1991 жылдан бері қазақстандықтардың жаңа толқыны қалыптасты. Олар елімізге ғана емес, бүкіл әлемге тың өзгерістер әкелуде. Бұл жас толқын тәуелсіздік ұрпақтары, ал олардың бәріне ортақ қандай сипаттама беруге болады? Жас қазақстандықтар жеңіске ұмтылады. Велошабандоз Алексей Луценко велоспорт әлеміне ентелей кірді. Ол алдымен жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанса, бүгінде дүние жүзіндегі ең атақты командалардың біріне мүше. Олар талантының арқасында әлемнің өнер сүйер қауымының қошеметіне бөленуде. Бұған опера әншісі Мария Мудряктың өнер жолы дәлел. Мария 5 жасында жеке альбомын жазып, 12 жасында болашақ стипендиясының ең жас иегері атанды. Италияда тәлім алған ол бүгінде дүние жүзіндегі үздік опера әншісі саналады. Бұл ұрпақ әр қадамын мұқият ойланып барып жасайды. Динара Сәдуақасова әлемнің ең үздік шахматшыларының бірі. Ол шахматтан әйелдер арасындағы Азия чемпионатында жеңіске жеткен алғашқы қазақстандық. Қоғамға пайдасы тиіп жүрген тағы бір отандасымыз Рүстем Ақышбеков. Рүстем Robot Technologies компаниясының негізін қалаушылардың бірі. Олар жасаған роботтарды дүние жүзі мектептер сатып алады. Ал Мәулен Бектұрғанов Қазақстанда бірінші болып бионикалық қол протезін жасап, оны тәжірибеде қолданды. Олар ауыр дерттерге шипа іздейді. Жас ғалым Алина Бекмұхаметова антибиотикке балама болатын нано өлшемді бөлшектерді әзірлеу жобасымен айналысады. Химик Толғанай Темірғалиева жаңа толқын батарейкалары саналатын суперконденсаторларды жасап шығарды. Оның өнер табысын қазірдің өзінде электромобильдерге қолдануға болады. Талантты жастардың бәрін түгел айтып шығу мүмкін емес. Көбі бизнесте табысқа жетіп жүр. Киноға да түседі, тіпті ірі медиа платформаларға арнап комикстер салады. Жас қазақстандықтар алуан түрлі салада табысқа жеткенмен, бәрі отанын жанындай жақсы көреді. Қазақ елінің мерейін үстем еткісі келеді. Еліміз тәуелсіздік жылдары дүниеге келген ұрпақтың жетістіктеріне мерейі тасып, оларды мақтан тұтады.